Жер шарында 7 миллиардтан астам адам өмір сүреді. Ал оның барлығының көңілінен шығу, қазақша айтқанда, жұрттың көңілінен шығамын десеңіз, қатты қателеседі екенсіз. Себебі барлық адамның көңілінен бірдей шығу мүмкін емес. Ал қорқынышты жеңу ол бір бөлек. Ендеше қорқынышты жеңудің сіздерге 3 тәсілін үйретейін. Бірінші тәсіл сахна алдында қорқынышымды қалай жеңемін деген сауалға жауап береміз. Дене жаттығуларын жасаңыз. Себебі адам қатты уайымдаған кезде, ашуланған сәтте, қорыққан сәтте адамның организмінде адреналин гормоны көбірек бөлінеді. Соған байланысты біз дене жаттығуларын жасаймыз. Бірақ көп емес. Екінші, психологиялық әдіс. Яғни, сіз өзіңіздің өмірде қатты қорыққан сәтіңізді еске алыңыз. Ал оның қасында сахнаға шығу мүлде оңай болып қалмақ. Эмоция. Үшінші, эмоцияңызды басқарып үйреніңіз. Ол сіздің бет бейнеңізге шығып тұрады. Сондықтан ең бірінші сенімділікті арттырып, өз эмоцияңызды басқара біліңіз.